Баршаңызға сәлем, сиқырлы ілмектер арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз табандарға талдау жасаймыз. Бүгін бізде осындай табандар үй аяқ киімін тоқуға арналған. Қолымдағы бамбук табан. Бұл табан өте төзімді бамбук талшығынан жасалған. Бамбуктың өзіне тоқталсақ, бамбук бактерияларға қарсы және бактерияларды өсуін тоқтататын қасиеттері бар. Оған түскен бактериялардың 70%-дан астамы жойылып кетеді. Сол себепті бұл табанды біз айтамыз гипоаллергенді деп. Бұл табан жұқа бамбук таяқшаларынан жасалған және жібек жіппен бекітілген. Табанның қырлары арнайы тоқуға арналған жібек жіппен жүргізілген. Ал табанына келетін болсақ, табаны микропористік резинкеден жасалған. Келесі табанымыз осы табаннан қоңыр түсі. Бұл да дәл сондай басқа түсте. Келесі табанымыз боялған бамбук талшығынан жасалған табан. Бұл да дәл бірінші, екінші табан сияқты. Ал ендігі табанымыз жүгіттен жасалған табан. Жүгіт өсімдігінің сабақтарынан таза экологиялық маталар жасалады. Жүгіт өсімдігінен осындай мата алу үшін сабақтарын байлап суға салып қояды. Суда талшықтарға бөлініп бірнеше күн кептіріледі. Осылай біздің жүгіт жіптеріміз дайын болады. Бамбуктен жасалған жіп, жүгіттен жасалған жіптердің барлығы экологиялық таза жіп және де шыдамды, төзімді болып келеді. Сол себепті бұл жіптерді көп жерге қолданады. Ең бастысы табанымызға сапалы жіп таңдасақ болды. Табанымыз бен жібімізді біріктіріп, керемет үйге киетін аяқ киім тоқып шығамыз. Енді тоқылған дайын аяқ киімге келетін болсақ, сіз бұл аяқ киімдерді 2-3 жыл киесіздер. Табан жағы отырып қалмайды және де аяқтарыңыздың иістерін шығармайды. Себебі бамбук матасын жасау кезінде бумен өңдеп қайнатады. Сол себепті бұл жерде артық қоспалар қосылмайды. Артық қоспа қосылмағаннан кейін бактериялармен күресу процесі 70% болады. Сол себепті бұл жерде терлеу, иіс шығу процесі аз болады. Және де кір жуатын машиналарыңызға салып жуа берсеңіздер болады. Бүгінге біздің табандарға талдауымыз аяқталды. Егер сіздерге бүгінгі ақпаратым пайдалы болса, сиқырлы ілмектер арнасына жазылып, қоңыраушаны басып, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер.